Баршаңызға сәлем, Рамазан айы мүбәрәк болсын. Барша ораза ұстап жатқан жандар ниеттеріңіз қабыл болсын. Осылай ауызашардың бірінші күніне өте тойымды әрі дәмді, көп уақытыңызды алмайтын, үй жағдайында дайындалатын, әрі көп ештеңені қажет етпейтін осындай голубцы пісірдім. Менде тәтті бұрышым жетпей қалғанын осылай тефтейлі қыла салдым. Сіздер бұны бір күн бұрын жасап, морозилькте сақтап, келесі күн пісірсеңізде дәл осылай пісетін болады. Сіздермен 30 күн бойы біргемін, сол себепті менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен күрішімізге суымызды құйып, оны газға қойып, қайнатып, бір 5 минут қайнатып аламыз. Оған дейін осылай пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Ол арада бізде күрішіміз қатты пісіріп қажет емес, жартылай пісіріп аламыз. Енді ет тартқыштан етімізді дайындап қойдым. Менде дайын фарш. Үстінен туралған пиязымызды және де күрішімізді саламыз, жаңа жартылай піскен. Енді тұз, бұрыш дәміне қарай саламыз. Қалаған дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Енді осылай қолымызбен араластыратын боламыз. Бізде фаршымыз дайын. Енді менде морозилькте сақталған тәтті бұрыш, мен жазда сақтап қойғам, өз қалпын жоғалтпай піседі. Бірден алып қолдана берсеңіздер болады. Мен 5-10 минут шығарып қойдым. Содан кейін осылай фаршымызды салатын боламыз. Сізде тәтті бұрышыңыз свежий болса да болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Егер де тәтті бұрыш болмаса, бұны тефтелі қылып жасасаңыз да болады. Енді міне бізде осылай дайындап аламыз. Енді бізде тұздығын дайындайтын боламыз. Газымызға қазанымызды қойып, үстінен сұйық майымызды құямыз. Және туралған пиязымызды, тәтті бұрыш, үккіштен өткен сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. 2-3 минут қуырамыз. Енді үстінен менде жазда дайындап қойған осылай помидорым бар, қызанағым, соны салдым. Үстінен дәміне қарай тұз бұрышымызды саламыз. Қалаған дәмдеуішімізді қосамыз. Сосын үстінен томат пастасын қосамыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Енді үстінен бір қасық ұн қоссаңыздар да болады, егер тұздығыңыз қою болғанын қаласаңыз. Және үстінен суымызды құйып, суымыз қайнағаннан кейін жаңағы фарштарымызды салатын боламыз. Және бұқтырып, жарты сағатқа қалдырамыз. Міне бізде пісіп дайын болып қалды. Қараңыздар. Ешқандай бөлініп кетпейді, өз қалпында ұстап тұрады. Міне сақталған тәтті бұрышымызда ешқандай езіліп кетпей пісетін болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді шығады. Қасына өзіңіз қалаған гарнирді пісірсеңіз болады. Күріш болсын, пюре болсын, өз қалауларыңыз. Мені жоғалтып алмау үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сандуғаш, назарларыңызға көптен көп рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.